Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен бүгінгі тақырыбымды қыз-келіншектердің қалай дұрыс сақтануына арнағым келіп отыр. Сақтанудың түрлері көп. Мен ең бастысы, ең қолайлысы внутриматочный спираль деп аталынады. Соған тоқтағым келеді. Гормональды таблеткалерге тоқтағым келеді. Және де мүше қапқа. Ал енді спираль туралы айтатын болсақ. Спираль қою үшін гинекологтың біраз зерттеуінен өту керек, міндетті түрде. Ол жерде ең бастысы жатырдың мойнында эрозия деген болады. Эрозиясы бар келіншектерге ешқашанда спираль салуға болмайды. Салғысы келетін болса, оны бірінші емдеп, оның күйдіретін түрлері болады, соны күйдіріп барып салуға болады. Ол етеккір келіп жатқан кезде салынады. Қандай спираль болмаса да, қаншалықты оның бағасы болмаса да, әр спираль 5 жылға салынады. Алу керек уақытысын қыз-келіншектер өздері шешеді, егер де бала көтергісі келіп жатса. Ендігі бір түрі ол гормональды таблеткалер. Гормональды таблеткалерді қолдану үшін оны әрине жылдап ішуге тура келеді. Ал егер де ішілмей қалған бір күні болса, ол қыз-келіншек келесі 7 күннен кейін ғана жыныстық қатынасқа кіргені дұрыс болады. Ол гормональный таблеткалер қазіргі уақытта өте төмен дозировкасы. Қыз-келіншектер көбінесе қорқып жатады, біз толып кетеміз деп. Толуы мүмкін, бірақ та ары кеткенде олар 2-3 килограмм қосуы мүмкін. Себебі гормональдық таблеткалер ішкен кезде қыз-келіншектердің организмінен су шығуы, жидкость дейміз ғой, соның шығуы кішкене тежеледі. Сол үшін де ары кетсе 2-3 килограммдай салмақ қосуы мүмкін. Ал мүше қапқа келетін болсақ, егер де мүше қаптың качествосы дейміз ғой, ол жақсы болып жатса, онымен үнемі қолданып жүрулеріңізге болады. Ал егер басқа да сұрақтарыңыз болып жатса, төмендегі менің нөміріме хабарласуларыңызға болады.